байланысты болады. Яғни мамандықтары иесіне байланысты болады, иә балалар? Қане, сабақтары қарай жалғастыру үшін орындарыңызға орналасайық. Бүгінгі тақырып бізде не туралы болады екен? Балалар, тыңдайықшы, біреу есікті қаққандай болды ма? Қане балалар, тыңдайықшы, кім келді екен? Қош келдіңіз, кіріңіз. Балалар, қараңдаршы, кім келді бізге? Сен кімсің? Балалар, дұрыс айтасыңдар, доктор. Қазақша дәрігер. Айтамыз, дәрігер. Қараңдаршы, бүгінгі бізге дәрігерлердің құралдарын әкеліпті. Бұл туралы сосын айтамыз, иә балалар? Дәрігер, сен бүгін бізбен бірге қалып, біздің сабағымызға қатысты, жарай ма? Қараңдаршы, дәрігерге байланысты болады екен. Қараңдар, дәрігер. Бүгінгі біздің сабақ барысында біз айболит ертегісін өтеміз. Айболит ертегісінде дәрігер бүткіл аңдарды, адамдарды барлығын емдейді екен. Қараңдаршы. Сабақты бастамас бұрын мен сендерге балалар бүгін айболит ертегісін оқып бергім келіп отыр. Қане, біз қарап отырайық, иә, экранға, телевизорге қарап отырайық. Қараңдаршы балалар. Ертеде айболит өмір сүріпті. Айболит су сиырынан Африкаға барыпты. Африкаға барып ол, балалар қараңдаршы, су сиырдың тісін емдепті. Тісін емдеп отырғанда оған телефон шалып, маймыл шақырыпты. Маймыл ананың баласы ауырып қалыпты. Айболит оны емдеуге Африканың келесі шетіне барыпты. Айболит барлық аңдарды, жануарларды емдепті. Қараңдаршы, жолбарыс келіпті Айболитқа. Менің тамағым ауырыпты, дәрігер мырза, маған көмектесіңізші депті. Дәрігер оған, қараңдаш балалар, қандай сұйық дәрі беріпті. Сұйық дәрі беріп балалар. Қараңдаш, жолбарысты дәрігер емдепті. Келесіде оған түлкі мен аю қоян кезігіпті. Барлығын емдеп жазған Айболит, қараңдаршы, кірпімен тотықұстың қызуын тексеріпті. Қызу тексерген кезде олардың қызуы көтеріліпті. Оған дәрігер рапораймен дәрі ішуді, шай ішуді ұйғарыпты. Жұмыс орнына келген Айболитке аяғы ауырған қоян келіпті. Қоянның секіріп ауырған аяғын Айболит емдеп жазыпты. Қараңдаршы балалар, ары қарай біздің Айболитке қолтырауын, қасқыр, аю, елік, әтеш бәрі келіп қаралыпты. Кімнің құлағы ауырады, кімнің тісі ауырады, кімнің іші ауырады, кімнің аяғы ауырады, Айболит бәріне көмектесіп емдепті. Қараңдаршы, Айболитке хат әкеліпті хатшы. Хатты оққан Айболит аюдың, қасқырдың, сиырдың, қонжықтың ауырғанын естіпті. Бүткіл дәрі-дәрмегін өзімен бірге алған Айболит жануарды емдеуге барыпты. Қараңдаршы, аңдарды емдеуге барыпты. Жан-жануарлар, аңдар бәрі Айболитке қатарға тұрып ем алыпты. Ең соңында арыстан, аңдардың басшысы ол, ауырмаймын деген арыстанның жүрегі ауырып, ол да Айболитке хабар беріпті. Айболит барлық аңдарды емдеп жазыпты. Сонымен дәрігер Айболитті барлығы жақсы көретін болыпты. Бізге қазіргі заманда емделу үшін біз қайда барамыз? Больница, дұрыс айтасың. Больницаға барамыз, иә? Больницаға барамыз. Больница бізде қазақша аурухана деп аталады. Ауруханаға бізді немен жеткізеді ауырғанда? Мынау қандай көлік қараңдаршы? Дұрыс, жедел жәрдем.
Айтамыз бірге. Осы қане айтамыз. Жедел жәрдем. Жедел жәрдем көлігімен бізді қараңдаршы, емдейтін жерге апарады екен. Ол жерде біз ем алады екенбіз, иә балалар? Дұрыс айтасың. Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Айбани дәрігер, яғни дәрігерлер туралы екен. Шаршадыңдар ма балалар? Бастамастайын ба? Басты бұрамыз. Оңға қарай бұрамыз, солға қарай бұрамыз. Міне оңға қарай бұрамыз. Кейін солға қарай бұрамыз. Жарайсыңдар. Қолымызды көтеріп, саусағымызды ашамыз. Алақанымызды ашып жұмамыз. Қане балалар? Қолымызды төмен түсіріп, шапалақ тұрамыз. Қане балалар? Онларына отыралыңдар. Бұрынымызды үстіне қоямыз. Жарайсыңдар. Бармақты айналдырамыз. Бұрынымызды үстіне қоямыз. Қане айналдырамыз. Бұрынымызды айналдырамыз. Массаж жасаймыз. Нұрислам, қарашы біз қалай істеп жатырмыз. Жарайсыңдар. Екі саусақты қастың үстіне қоямыз. Массаж жасаймыз. Массаж жасаймыз. Енді екі қолымыз арқылы құлағымызға массаж жасаймыз. Қане құлағымызды айналдырамыз. Саусағымызды айналдырамыз. Балалар, бұл бізде массаж деп аталады. Массажды біз әрдайым жасап тұрсақ, көңіл-күйіміз жақсы болады. Қане, тақырыпты ары қарай жалғастырып, бірінші адам қан қысымын тексереді. Одан кейін, міне қараңдар, қызуды тексеретін, температура тексеретін тонометрлерді алып, үлкен адамның да, кішкентай баланың да қызуын тексереді. Қызуын тексереді, қараңдаршы балалар. Одан кейін дәрігер адамның жүрек қағысын тексереді. Жүрек қағысын тексеру үшін де арнайы аппараттарды қолданады. Тіс дәрігерлері балалар тісін тексереді. Онда да арнайы құралдары бар, тіс тексеретін және аппаратура бар. Балалар, біз тісіміз таза болу үшін не істейміз біз? Қараңдаршы, что у нас зубы были чистыми и не болели, что мы делаем? Зубы чистим, да? Да, зубы чистим. Для этого нам что нужно? Щетка нужна, еще что нужно? Паста. Я дұрыс айтасыңдар, тіс пастасы және тіс щеткасы керек, иә балалар? Оларды көру үшін қазір біз арнайы суретке қарайықшы, міне балалар. Таңертең сабынмен жуамыз және тіс щеткасын қолданамыз. Қане балалар, оны енді осындай рет-ретімен айтайықшы. Бірінші, сумен қолымыз шаямыз, сабынмен жуамыз, иә? Қолымызды сабынлап жақсылап жуып болғаннан кейін сумен шаямыз. Сосын міне зубный щетканы, тіс щеткасын яғни, және тіске арналған пастаны алып, тісімізді жуамыз. Жуынып болғаннан кейін біз сүлгімен, орамалмен сүртінеміз. Мына суретте бізде мамандықтардың суреттері бар. Әр мамандықтың өз маманы болады. Қараңдар, бірінші бұл мұғалім. Айтамыз мұғалім. Дәрігер. Аспаз. Мынау кім? Мынау кім балалар? Шофер. Мынау саудашы. Осы мамандықтарға қатысты балалар, қазір мен сендермен ойын ойнағым келіп. Ойын мамандықтың құралдарын тап деп аталады. Қане ортаға барайық, ойын ойнайық. Ойын ережесімен таныса кетейік. Бірінші топ басшысы міне. Бірінші топтың үш бұрышы аталады. Бірінші топ командасы. Команда топ басшысы бізде Нұрислам. Екінші топ мінекей, екінші топ төрт бұрыш деп аталады. Төрт бұрыш командасының тобының топ басшысы Ясин абысы. Балалар, ойын шарты. Міне қараңдаршы, мамандыққа байланысты мамандыққа байланысты міне суретте салынған. Осы сурет арқылы мамандықтарға қарап,
әрбір суреттерді қарап, бақылап, дәмелі қараймыз, бақылап, міне, әрбір құралды қай мамандықтың иесі қолданатынын табу керексіңдер балалар. Ол үшін міне бізде бірінші топта қараңдар. Аула сыпырғыш, почтальон, яғни хатшы және суретке түсіруші фотограф. Екінші команданыкі қараңдар. Міне бақша. Бақшада кім болады? Бақшасы болады, иә, бақшасының құралдары. Бұл бағбан, бақша жұмыс істейді. Екінші бізде дәрігер, бірақ бұл дәрігер бізде аңда дәрігері. Үшінші мамандық иесі шаш тараз. Ал балалар 1, 2, 3 команданың топты бірге бір-бірімізді көмектесу арқылы істейміз. Кәне команда сыпырғыш. Мұнда сыпырғыш болады, иә, сыпырғышты яғни мұнда қою керекпіз. Айзере қарайшы. Дұрыс, міне мұнда қоямыз, иә, міне дұрыс. Иә. Міне екіншісін былай қоямыз. Міне Нұрислам. Ой, жарайсың, иә, бізде қайшы бар екен, енді бізге не керек? Енді шаш кептіретін керек екен, иә, міне қараңдар, шаш кептіретін бар екен. Шаш кептіретін бар екен, дұрыс. Кәне, кімде қандай сурет бар көрсетіңдер, балалар. Кәне, қай жерге қоясың сен? Сен қай жерге қоясың? Дұрыс, мұнда қоясың, міне қоясың. Дұрыс, міне Зинурдікі дұрыс болып, иә, Сина? Командасын көрейікші? Дұрыс. Зинур, ол сурет қай жерге қоясың? Кәне, Айзере, сен дейіне. Почтаны, иә? Рахмет, балалар, кәне. Бүгінгі тапсырмамен сендер жақсы орындарыңызға барайық жөнген. Біздің дәрігерден келген құралдардың ішінде не бар екен? Бізде бұл жерде не? Қан қысымның ішінде құрал бар екен. Мынау не? Ол біздің ішіміз, ол екі еген құрал екен. Міне мынау бізде қызу жейтін құрал. Және де бізде бұл жерде қараңдаршы балалар. Бұнымен балалар. Бұл арнайы қасы дәрігер қолданатын қас. Яғни бұнымен тіс тексереді, дұрыс Нұрислам. Қазір есімде мен ойын ойнағым келіп тұр. Ол ойын дәрігердің тексеруі деп аталады. Қане, балалар ойнайсыңдар ма? Қане, дәрігер және оның көмекшісі сендерді тексереді. Келсеміз ба, ойнаймыз ба? Жақсы. Қазір бізге Есена, сен қасықты ал. Алына сал, қара түспен. Жарайсың, Нұрислам. Жеге қойманан. Маған бөліп. Жоқ екен қызуы, жақсы ойнап отыр ғой, жарай. Біздің ойынымыз ұнады ма? Иә, бізде ұнады, иә, ойын. Ойын ұнаса, біз енді келесі жолы тағы ойнаймыз. Бүгінгі келген қонағымызға рахмет дейміз. Есена, сен балаларға не дейсің? Сау бол дейміз, кәне балалар, сау болыңыз. Тақырып, Айболита дәрігерге аталды, иә? Балалар, біздің тісіміз ауырса, ішіміз ауырса, біз кімге барамыз? Кімге хабарласамыз? Бүгінгі тақырыпқа байланысты кім жауап береді? Кімге барамыз? Ал айта қойшы, кімге барамыз? Жоқ, дұрыс айтасыңдар, дәрігерге барамыз, иә? Дәрігер бізге не береді екен? Дәрі береді, дұрыс айтасың, дәрі береді, екпеге, иә, бізді емдейді екен. Балалар, біз ауырмауымыз үшін адамдар ауырса да, жан-жануарлар ауырса да, бәрі біз дәрігерге, бізге және аңдарға екпе егеді, қызуын тексереді, иә?
организмін тексереді. Түрлі құралдарды пайдалану арқылы адамдардың немесе жануарлардың қай жері ауыратынын дәрігерлер біледі екен. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша сабақ барысында біз тек қана дәрігерлермен танысқан жоқпыз. Түрлі мамандық иелерімен таныстық, иә. Келесі жолы біз тағы бір мамандық иесін таңдап алып, сол туралы өтетін. Бүгінгі сабақ бізге ұнады, иә. Рахмет сендерге.